Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет, дәмді, духовкада пісетін пирожки дайындаймыз. Бұл рецептпен пирожки өте жұмсақ болып піседі. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рецепттерім ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Алдымен апара дайындап аламыз. Жылы сүтке тұз, қант және де құрғақ дрожжи салып араластырамыз. Бір ас қасық немесе 3 шай қасық дрожжи саламыз. Жақсылап араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 15-20 минутқа қойып қоямыз. Құрғақ дрожжиіміз реакцияға түсу үшін. Апарамыз көтерілгенше начинкасын дайындаймыз. Картопты тазалап, тұзды суға қайнатуға қойып қоямыз. Көтерілген апарамызды шығарып, үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Рецептте берілген ұннан көбірек ұн салмаңыз, өйткені ұн қаншалықты көп болса, соншалықты қатты болып қалуы мүмкін, ал бізге жұмсақ болғаны қажет. Дайын қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше 1-1,5 сағатқа қоямыз. Піскен картопымызды суытып, езгілейміз, үстіне бұрыш саламыз. Көтерілген қамырымызды алып, кішкене бөліктерге бөлеміз. Менде бұл қамыр бір түн бойы тоңазытқышта тұрды, сондықтан кішкене қаттылау. Әр бөлігін жұқалап жаямыз. Қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта болуы қажет. Сосын үстіне начинкасын, яғни картопымызды салып, жан-жағын бекітіп шығамыз. Бекітілген жағын астына қарай жібереміз. Бұл рецептпен негізі қуырып алсаңыз да болады, яғни қуырылған пирожки да пісіруге болады. Табаға пергамент қағазын төсеп, пирожкаларымызды тізіп қоямыз. Сосын духовкаға салмас бұрын бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Сонда үлпілдеген жұмсақ болып көтеріледі. Бір жұмыртқаның сарысына кішкене бір ас қасық су қосып, араластырып, бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Яғни беті қызарғанша пісіреміз. Осындай қып-қызыл әдемі болып піседі. Ешқандай жаңалық ашпаймын, бұл да бір сол классикалық пирожкидің бір рецептісі. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай. Каналыма жазылып, колокольчик басып кетіңіздер. Алдағы жаңа шыққан рецепті бірінші болып білесіз.